Ассаляму алейкум баршаңызға, сіздермен бірге Ахмет. Бүгін сіздермен осындай картоптан пирожки жасайтын боламыз. Өте дәмді болып шығады, барлығына ұнайтынына сөзсіз. Жасап көруге кеңес беремін, және де бір жасағаннан сәтті шығатын рецепт. Дайындап көріңіздер. Ең алдымен қайнап тұрған суымызды құямыз. Одан соң салқын сүтімізді құйып аламыз. Бір қасық тұзымызды және де бір қасық қантымызды, сонымен қатар ашытқымызды, яғни дрожжымызды қосып аламыз, бір қасық. Одан соң шанышқының көмегімен немесе осындай венчиктің көмегімен араластырсаңыз болады. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Қантымыз, тұзымыз ерігенше, бір массаға келгенше көпіртіп араластырып аламыз. Одан соң сары майымызды ерітіп алып құятын боламыз. Оны да жақсылап тұрып араластырып аламыз. Келесі електен өткізілген ұнымызды қосамыз. Міндетті түрде електен өткізілген ұн болу керек, және де жоғарғы сапада болу керек ұнымыз. Осылай ең алдымен жарты бөлігін қосып, соны араластырып аламыз. Бізде осындай масса шығады, қамыр қолымызға әлі жапсады. Жаңағы жарты бөлігін осылай қайта-қайта бетіне сеуіп тұрып, қамыр елейтін боламыз. Қалған бөлігімен мінекей бізде осындай қамыр шығады. Қатты да емес, жұмсақ та емес, орташа және де қолға жабыспайтын қамыр шығады. Дайын болған қамырымыздың үстінен осындай мөлшерде сұйық майымызды қосып, 1-2 рет иілеп жібереміз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ және де жұмыс жасауға ыңғайлы қамыр болып көтерілетін болады. Дайын болған қамырымыздың бетін жауып, орап және де жылы жерде 1 сағаттай көтерілгенше ұстайтын боламыз. Қамырымыз көтерілгенше ішіндегі салмасын жасайтын боламыз. Осындай мөлшерде картобымызды ашып, осылай жұқалау етіп турайтын боламыз. 6-8 бөлікке бөліп тастай беріңіздер. Дәл осындай мөлшерде картоп пайдаланатын болсаңыздар, сіздердің пирожкилеріңізге тура жететін болады. Картоп жұқалау етіп турап алдық. Енді ішіне жылы суымызды құйып, одан соң тұзымызды салып, орташа отта бетін жауып, картопымызды пісіріп алатын боламыз. Картобымыз дайын болды. Енді картобымыздың суын толықтай төкпейміз, кішкене қалдырып, осылай суымен бірге картобымызды езіп аламыз. Шанышқының көмегімен езсеңіздер де болады. Картобымызды езіп болғаннан соң кішкене тұзымызды қосамыз және де қара бұршымызды қосып, қолымызбен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей біздің салмамыз дайын болды. Ендігі кезекте қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Біздің қамырымыз өте күшті көтерілді. Мінекей видеода көріп тұрғандарыңыздай. Қамырымызды 1-2 бөлікке бөліп, одан соң бір қамырымызды ұзынырақ етіп, осылай жасайтын боламыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай. Одан соң кішкентай бөліктерге бөліп шығамыз. Бірдей етіп, көз мөлшерімен жасасаңыздар да болады. Таразының көмегіне сүйенсеңіздер де болады. Қамырымыздың екінші бөлігінде дәл жаңағыдай ұзартып, одан соң кішкентай бөліктерге бөліп аламыз. Менде осындай бөліктердің 25 данасы шықты. Яғни бізде 25 пирожки болады. Қамырымызды бөліктерге бөліп алғаннан соң осылай дөңгелектейтін боламыз қамырларымызды. Бұлай қолымызға жабыспайды. Егер де қолдарыңызға жабысып жатқан жағдайда майды пайдаланыңыздар, яғни сұйық майымызды. Негізі жабыспауы керек, себебі біз құрамына сұйық майды да және де сары майды да пайдаландық. Осылай дөңгелектеп ыдысымызға саламыз. Менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, мендегі шыққан видеоларды алғаш болып көретін боласыздар. Және де менің видеомды соңына дейін қарасаңыздар, лайк, комментарий жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер.
Қамырларымызды осылай араларын ашып орналастыратын боламыз, яғни бір-біріне жақын тұрмау керек. Одан соң осылай бетіне целлофан қалташасын жауып, біраз уақытқа көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей біздің қамырларымыз көтерілді. Енді жайып, ішіне салмасын салып, орайтын, яғни түйетін боламыз. Ішіне салмамызды 1,5 қасықтай немесе 2 қасықтай қосамыз. Одан соң жақсылап тұрып бір-біріне біріктіретін боламыз, себебі қазір майда пісіп жатқан кезде ажырап кетпеу керек. Жақсылап тұрып біріктіріңіздер. Пирожкилерімізді түйіп болдық. Енді дайын болған пирожкилеріміздің араларын алшақ орналастырамыз. Одан соң осылай целлофан қалташасымен жауып, көтерілгенше қойып қоямыз. Мен сияқты пирожкилеріңізді жақын орналастырып қоймаңыздар. Майымызды қыздырып болғаннан соң пирожкилерімізді саламыз. Міндетті түрде баяу отта тұру керек. Біздің пирожкилеріміз баяу отта піседі. Осылай қасықпен видеода көріп тұрғандарыңыздай бетіне пирожкиміздің құйып шығыңыздар. Пирожкиміздің екі жағында қатты қызартатын боламыз. Осылай қызарып тұру керек. Одан соң келесі бетіне ауыстырамыз. Мінекей біздің пирожкилеріміз осылай қызару керек. Дайын болды. Енді осындай құрғақ сүлгіге алып аламыз пирожкилерімізді. Осылай пирожкилерімізді пісіре беретін боламыз. Пирожкиміздің ортасы жақсылап тұрып пісу үшін баяу отта пісіреміз, және де осылай сұйық майымызды бетіне құйып шығамыз. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Бір жасағанда сәтті шығады, және де өте дәмді болады. Барлығына ұнайтынына сөзсіз.
Мінекей біздің пирожкилеріміз пісіп шықты. Жаңадан пісіп шыққан кезде сондай қытырлақ болып шығады. Одан соң осылай жұмсақ болатын болады біздің пирожкиіміз. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады.